Бүгінгі мектеп табалдырығын аттап жатқан білімге құштар бірінші сынып оқушыларын және білімнің көшін жалғар алғашқы әріпті үйрететін ұстаздарымызды қарсы алыңыздар. Бірінші А сыныбы жетекшісі Кенжешова Гүлдена Әмірқызы. Еңбек өтілі 37 жыл, жоғары білімді, педагог зерттеуші. Менің алғашқы ұстазым 2019 Медеу аудандық білім бөлімінің алғыс хат иегері. Оқушылары Пони халықаралық байқаудың жеңімпаздары, сапалы, білімді ұстаз. Бірінші Ә сыныбы Қойлыбаева Алтын Молдановна, бастауыштан пән мұғалімі, 30 жылдан астам педагогикалық өтілі бар, педагог зерттеуші. Алматы қаласы білім басқармасының құрмет грамотасы иегері. Алматы кітап баспасының алғыс хаты, білім саласындағы еңбегі елеулі ұстаз. Менің шәкіртім, мен әркез жақтаған, ата-аналар мені әркез мақтаған, сыныбымның биік қылған тоғырын, шәкірттерім деп барлығына мақтанам. Менің шәкіртім, мен әркез жақтаған, ата-аналар мені әркез мақтаған, сыныбымның биік қылған тоғырын, шәкірттерім деп барлығына мақтанам. Көңіл күйлерің қалай? Ал енді мен сендерге бір керемет қоятын сұрағым бар еді. Сендер дайынсыңдар ма? Ал енді Медина, сен айта қойшы. Егер адамдар жан жүрегімен елжіреп, бір-біріне елжіреп тұратын болса, оны сен қалай ойлайсың? Апай, ол мейрам. Өте тамаша. Қол соғып қойыңыздар ата-аналар. Ал Дария, сен айта қойшы, егер де адамдар бір-біріне, үлкендер, кішілерге сәлем беріп тұратын болса, бір-біріне сәлемдесіп тұратын болса, оны біз қалай деуімізге болар екен? Апай, ол әдептілік. Өте тамаша, қандай ақылды бала. Ал енді Абдурахман, сен айта қойшы, егер адамдар бір-біріне көмектесіп жүретін болса, қол ұшын созып жүретін болса, оны сен қалай деп ойлайсың? Ол қамқорлық. Қамқорлық дейді, құрметті ата-аналар. Қандай керемет, тамаша. Ал енді Тамирис, саған қояр сұрағым. Егер де сен барлық заттарыңды өзің жинақтап жүретін болсаң, я кітаптарыңды түптеп жүретін болсаң, оны біз не деп айта аламыз? Апай, ол жинақылық. Мінекей ата-аналар, балаларымыз қандай ақылды екен, өте білімді балалар екен. Олай болса балалар, бүгінгі күні сендер мейірім мекеніне қош келіңдер. Құрметті ата-аналар, бірінші сынып ата-аналары, бүгінгі күні балаларыңыздың мектеп табалдырығын алғаш аттауымен құттықтаймын. Балаларымыз саналы, білімді, Қазақстанның саналы білімді ұрпағы болсын. Ал енді олай болса, мектеп атты кеме, білім атты теңізге аттануына сәтті сапар тілеймін. Ал балақайлар, менің де сендерге қоятын бірнеше сұрақтарым бар. Қане жауап беріп көрейікші. Димаш, сенің отаның қай жер? Менің отаным Қазақстан. Тамаша, жарайсың. Медина, сен қай елдің кішкентай азаматысың? Мен қазақ елдің кішкентай азаматымын. Тамаша, жарайсың. Медина, сен бүгін қайда келдің? Мен бүгін мектепке келдім. Жарайсың, тамаша. Ақжол, бүгіннен бастап сен кім боласың? Мен оқушым боламын. Өте жақсы, тамаша. Димаш, сен оқитын мектеп не деп аталады? Менің оқитын мектеп Үркер. Тамаша, жарайсың, Димаш. Медина, сенің ендігі еңбегің қандай? Менің еңбегім оқу және білім алу. Тамаша, жарайсың, Медина. Медина, мектепте сенімен бірге болатын адам кім? Әрине, ол ұстаз. Жарайсың, Медина. Ақжол, сен қандай оқушы боласың? Білімді оқушы боламын. Жарайсыңдар, балақайлар. Тамаша. Ал қымбатты менің шәкірттерім, бүгін сендер
мектептің алғашқы табалдырығын аттап, білім жолына бастадыңдар. Әліппені ұстап, әліппемен достасып, білім жолына бастадыңдар. Әліппемен достасып, әріптер мен сандардың сырын ұғынып үйренесіңдер. Сабақтарыңды жақсы оқып, білімді, тәртіпті, еңбекқор оқушы болыңдар. Білім жолында сәттілік серік болсын. Жаңа оқу жылдарың құтты болсын, кішкентай балапандар. Өркениеттің сырағын жағар, ел ертеңі бір